Мария Үмбеталиева Шымкент қаласындағы 78-ші мектепте еңбек пәнінен дәріс береді. Биыл ол алғаш рет өнерлі ұстаздардың байқауына қатысып отыр. Үмітін үкілеген ұстаз жарысқа бірнеше еңбегін алып келген. Біздің ата-бабамыздың мифологиялық көзқараста наным сенім бойынша түрлі қауіп-қатерден, жаманшылықтан қорғайды деп есептеген. Сол мақсатта мысалы көз тимесін деген наным сеніммен мынандай үй тұмар жасап алып келдім. Және де шыршаның жаңа композициялық, стилизациялық көрінісі көріп тұрсыздар. Аппликация техникасында орындалған. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталық ғимаратының алды қол өнершілердің көрмесіне айналған дерсіз. Төле би, Сайрам, Қазығұрт аудандары мен Кентау сынды қала мектептерінің 20-ға жуық ұстазы шебер жасалған дүниелерін келушілер алдына ұсынды. Мұнда ұлттық ою-өрнекпен қашалған кебежеден бастап, соңғы технологиялардың көмегімен жасалған киіз алашалар да қойылды. Бүгін облыс бойынша ең үздік шығармашыл мұғалім конкурсы өткелі отыр. Бұл конкурстың мақсаты ұлттық өнер бойынша жұмыс істеп жатқан технология пәні мұғалімдер бойынша жұмыс істеп жатқан мұғалімдердің шығармашыл жұмыстарын насихаттау. Байқау шарттары бойынша бұйымдардың жасалу әдістері мен эстетикалық талаптарға сай екендігі тексерілді. Бағын сынаушы ұстаздар сахнаға шығып өнермен қатар өздерінде таныстырды. Қызының ұлы жүздің құрметтеген, жырласам жанысымның жыр жетпеген, әкем Сұлтанбек Төле бидің ұрпағынан Сіргелінің қызына сөз жетпеген. Ұстаздың ертең біліп үміт арқалаған, шәкіртімнен әркез мақтан алам. Қарлығашпын келдірмен Төле биден, үмітін ұжымын аттай алам. Жеңімпаз атанған ұстаздар келесі жылы болатын республикалық байқауға қатысатын болады. Ардақберден, Мұрат Адинаев, ТВК.